Бәріңе сәлем достар, мұрындағы қара точкадан үй жағдайында құтылғыңыз келсе, осы видео сізге арналған. Бізге бар болғаны әр үйден табылатын тұз және зубной паста керек. Тұз бізде пораларды тазартып, өлі терілерден құтқарады. Ал зубной паста жараның орнын жазады. Бізге ыстық су керек, ыстық суға бет орамалды салып, қара точка бар жерге 30 секунд қоямыз. Бұл беттегі пораларды ашу үшін керек. Енді маскамызды жасаймыз. 1 шай қасық тұз және 1 шай қасық зубной паста қосамыз. Маскамыз дайын. Пораларды ашу үшін осылай орамалды бетімізге қоямыз. Теріміз дайын болған кезде маскамызды щеткамен 2-3 минут массаж арқылы жағатын боламыз. Зубной паста ащы болғаннан кейін кішкене ашытады. Көздеріңізді жұмып, немесе көздеріңізді байқаңыздар. 5 минут немесе 10 минут күтетін боламыз. 10 минуттан кейін жылы сумен жуып тастаймыз және теріміз ашымас үшін мұз басамыз. Бұл масканы 2-3 жасағаннан тері толық тазаратын болады. Достар, егер менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.